Нұрсұлтан қаласы тілдерді дамыту және архив ісі руханият мекемесімен 22-ші қалалық тілдер фестивалінің аясында түрлі шаралар легін бастап кетті. Соның ішінде тілге құрмет бейне сұхбатын назарларыңызға ұсынамыз және оның мейманы Қазақстан халқы ассамблеясы төрағасының орынбасары, Өзбек этномәдени бірлестігінің төрағасы, басшысы Шерзод Пулатов. Шерзод мырза, қайырлы күн. Қайырлы күн. Қазақстан халқы ассамблеясы тарапынан, жалпы өзіңіз басқарып отырған этномәдени бірлестік тарапынан қандай да бір мүмкін шаралар қолға алынған шығар, е? Әрине, бәрімізге белгілі, Қазақстан халқы ассамблеясы әрқашанда осындай тілге деген құрметіні ерекше көрсетіп келеді. Бәрімізге белгілі, қазақтану жобасы бірнеше жылдан бері жүзеге асырылып келе жатыр. Сонымен бірге өткен жылы бірінші осы ұлтаралық ұлы даланың ұлтаралық тілі деген үлкен форум өтті, өзіңіз де қатыстыңыз. Сол форумда біз осы өзге ұлттардың өкілдері келіп, осы қазақ тілге қалай махаббаты артылған, және де қалай олар осы тілді үйренген, соның бәрісін айтып басқаларға үлгі ретінде қалып қалды. Және де осы жылда біз Абай атамыздың 175 жылдығыны атап өтіп жатырмыз. Соған байланысты Қазақстан халқы ассамблеясы әртүрлі шараларды ұйымдастырып келе жатыр. Әрине, соңғы кездерде көп шаралар онлайн форматта өтетін болды, бірақ оған қарамастан біздің этномәдени бірлестіктер, бәрісі жалпы айтқанда, олар осы тілімізге, біздің мәдениетімізге үлкен құрметті көрсетіп, осы Абай атамыздың өлеңдеріне және де басқа қазақ халқының дана сөздерін жаттап, және де әртүрлі осындай бәсекелерге қатысып, конкурстарда өздерінің тілін, яғни қай деңгейде тілді олар меңгерген соның бәрісін көрсетіп, және де біздің еліміздің осы бірлігін сақтауға өз үлестерін қосып келе жатыр десек те болады. Енді Қазақстан халқы ассамблеясы бұл еліміздегі бірегей мемлекеттік институт. Оны құрайтын этномәдени бірлестіктер. Және де оның ішінде Өзбек этномәдени бірлестігінің мүшелері өте белсенді, қандай бір мереке болсын, үлкен ауқымды шаралар болсын, сол Өзбек этномәдени бірлестігінің мүшелері әркез басқасында жүреді. Әрине, дұрыс айтасыз. Енді біз сөзімізді мынадан бастауымыз керек. Әрине, өзбек халқы мен қазақ халқы, олар бауырлас халықтар. Сондықтан тілдерімізде бір, яғни мәдениетімізде өте ұқсас, яғни өте жақын. Сондықтан өзбек ұлттың өкілдері қазақ тілге, яғни өте үлкен құрметті көрсетеді, және де барлығы 100% оны біледі десек те болады. Мәселен, өзбектер, Қазақстанда тұратын өзбектер, олар барлығы қазақша сөйлей алады. Мәселен, Өзбекстанда тұратын қазақ халқы, оларда да өзбек тілді еркін сөйлей алады. Сондықтан ол өте жақын және де ұқсас тілдер, және де бұдан да басқа біз жалпы республика деңгейде өзбек мәдени орталықтар және де біздің қауымдастығымыз, яғни республикалық деңгейде жұмыс істейтін жыл сайын әртүрлі байқауларды біз өткіземіз. Осы тілге деген құрмет деген осындай байқаулар, сол кезде мектептерді бітірген азаматтарымыз, осы оқушыларымыз, олар осы байқауларға қатысып, яғни жоғары орындарға ие болғандар арнайы гранттарға ие болады. Яғни біз осындай мотивация береміз, сондықтан біздің жастарымыз осы қазақ тілге қызығушылықтарын өте жоғары көрсетеді десек болады. Мемлекеттік тіл білген ұтылмайды деген бір қалыптасқан тіркес бар ғой бізде. Шынымен де солай, жұмыс барысында да өте көп артықшылықтары бар. Мемлекеттік тілді жетік меңгерген азаматтың. Мысалы, сіз солай ғой? Әрине, мен және көп басқа да әріптестеріміз бар, бізден де жоғары мәртебеге көтерілген. Яғни біз әлеуметтік лифт дейміз ғой. Осы қазақ тілін білген азаматтар әрине мемлекеттік тілге ерекше көзқараспен қарап өзінің өмірінде ұстаған жігіттер, олар қай ұлт болмасында, олар яғни жоғары лауазымдарда және де жақсы жұмыстарға ие болады. Мәселен, бізде Максим Спаткай да бар, сізде көп әріптестеріңіз бар, осы салада жұмыс істейтін. Олар бәрісі осы. Яғни біз өткенде осы ұлы даланың ұлтаралық тілі форумында біз байқадық, көрдік, қаншама әртүрлі салаларда, медицина болсын, осы құқық қорғайтын органдарда болсын, және полиция, көп азаматтарымыз өзге ұлт болса да қазақ тілін өте жақсы деңгейде меңгереді. Ол әрине жүрегімізді қуантырады, және де болашағымызға біз
яғни сенімді боламыз. Біз бәріміз білеміз, Қазақстан Халқы Ассамблеясы көп жылдары жұмыс істеп, өз үлесін қосып келді. Бәріміз біз бірлесіп бір халыққа айналдық. Ары қарай осы бірлігімізді біз қалай сақтай аламыз? Әрине, ол тек қана осы біздің мемлекеттік тіліміздің аясында ұйысу, яғни бірлесу, ол біздің жолымыз. Неге десеңіз, себебі бір тілде сөйлемеген халық бірегеде алмайды деген мен ұстаным бар. Сондықтан бәріміз осы қандай ұлт болмасын, қандай ұлттың өкілі болмасын, бәріміз бір тілде сөйлесек, бір-бірімізді бір тілде түсінетін болсақ, сонда біз болашағымыз жарқын болады деп мен кәмілмен сенемін. Праймеризге қатысатын адамға қойылама талап мемлекеттік тілді жетік меңгеру керек деген. Қазіргі күнде әрбір азамат ол мемлекеттік тілді білу керек. Ол ең біріншіден сен осы халыққа қызмет жасайын десең, сен осы жерге қызмет жасайын десең, сен әрине осы жердің, осы халықтың тілін білу керексің. Сен өзге тілде сөйлеп, сенің қалай халыққа қызмет көрсете аласың? Оларды түсінбесең, олардың сөздерін өзің яғни түсінбесең, және де оларға өзіңді пікіріңді және де көмегіңді яғни түсіндіре алмай жүрсең, ол сонда қандай көмек болады? Сондықтан бұл праймериз болсын, басқа да мемлекеттік органдарда жұмыс ететін болсын, мемлекеттік тілге арнайы құрмет көрсету керек, және де оны міндетті түрде білу керек деп мен білемін. Бұдан да басқа, мәселен, Нұр-Сұлтан қаласының әкімдігінің аясында руханият мекемесі бар. Осы мекеме біздің этномәдени бірлестіктердің басшыларына және де яғни осындай қатысушыларына жыл сайын ақысыз негізінде осы достық үйінің қабырғасында арнайы мемлекеттік тілді үйрену үшін курстарды ұйымдастырады. Әрине біз осы қатысушылар саны артып жатыр ма? Әрине, білесіз бе, біздің осы өзге ұлттардың жастары немесе қазақ тілді меңгеріп, сосын әртүрлі конкурстарда және де бір-бірімен де кездескенде мен байқап қалам, олар қазақ тілде сөйлеп, қалжыңдап және де осындай, яғни жалпы өмірде ұстанып жүргені ол бізді қуантырады. Арнайы осы руханият мекемесінің жағынан да және де осы мәміле клубтары, яғни Қазақстан Халқы Ассамблеясы ұйымдастырған клубтарға қатысып, қазіргі күнде қызығушылық өте жақсы және де өсіп келе жатыр десек те болады. Барлығы қазір түсініп жатыр. Біздің болашағымыз тек қана мемлекеттік тілде. Яғни бәріміз осы тілде сөйлейтін болсақ, біз балдарымыздың болашағын да жарқын көре аламыз. Яғни біз болашағымыз жақсы болады және де біз осы бір-бірімізге құрметпен бір ойда ойлап, бір тілде сөйлеп, бір халық болып ары қарай осыған яғни үлесімізді қоса аламыз. Сондықтан бұл өте маңызды мәселе. Бұл осы жыл біз білеміз тілге деген көп шаралар да өтіп жатыр. Енді осы біздің Қазақстан Халқы Ассамблеясының аясында біз тек қана үлкендерге емес, мәселен, басшыларға немесе қатысушы балаларға көбірек мән беріп жатырмыз. Балаларды осы қазақ тілге тартып, олардың қызығушылығын арттырып, осы достық үйде әртүрлі конкурстар өтетін болған қазіргі күнде әрине олар онлайн форматта өтіп жатыр, бірақ жұмыс тоқталған жоқ. Біз ары қарай оны жалғастырып жатырмыз. Біздің өзбек мәдени орталығымыздың аясында да біздің жастар қанаттарымыз бар. Ғылыми сарапшылық осындай кеңес құрылған. Осы біз мемлекеттік тілімізді дамытуға біздің өзіміздің өзбек бауырларымыздың арасында және де басқа этномәдени бірлестіктермен бірлесіп осы бағытта жұмыс істеп келе жатырмыз. Осыдан 3-4 жыл бұрын енді түрің орыс, қазақша сөйлейсің, таң қалады. Әрине, бұл таң қалатын мәселе болмау керек негізі. Бұл жалпы жағдай болу керек. Біз мәселен Америкаға барсақ, ол жерде мәселен қандай ұлт болмаса да аңғылысша сөйлесе біз таң қалмаймыз ғой. Мәселен біз Ресейге барсақ, қандай ұлт болмаса орысша сөйлесе біз таң қалмаймыз ғой. Дәл солай біздің елімізде. Олардың елдерде қатал ұстанады. Мәселен Ресейге сіз жұмысқа барсаңыз, орысшаны білмесеңіз, сіз арнайы курстардан өту керексіз. Сертификат алу керексіз. Дәл сондай Америкада, дәл сондай Германияда
барлық осындай мемлекеттер өз тілдерін бірінші үйретіп, сосын жұмыс және де басқа мүмкіндіктерді береді. Біздің елімізде еркіндік. Яғни біздің елімізде басқа жағынан қарайды. Бізде жүрекпен, махаббатпен осы тілге көзқарасты бұрған. Мемлекеттік тілді үйренуде 3 дағды. Сіздің пікіріңізше? Мен өзім, Кеңес 3 дағды. білесіз ғой, мен өзім 8 тілді меңгергенмін. Көбісі айтады, мен тілді үйрену үшін маған өте қиын, жасым келіп қалды дейді кейбірлері. Кейбірлері уақытым жетпейді, мен түсінбеймін, ауыр дейді. Жүрегіңде махаббат болса. Және де осы тілге, яғни үйрену үшін сен кішкене уақытыңды ажыратсаң, күн сайын 1 сағаттан өтір, 3 ай ішінде сен тілді үйреніп кетесің. Бірақ оны күн сайын, яғни оны тастамай, яғни уақыт бөлу керек. Әрине, әрбір еңбектің жақсы нәтижесі болады. Енді мынада ерекше бір қызық сұрақ. Түнде ұйықтаған кезде түстің бір оқиға желісі қай тілде өрбиді? Мен сізге айтып кетейін, білесіз бе, мен мәселен қазір қазақша сөйлеп отырмыз. Мен барлық ойларым қазақша келіп тұр. Мәселен, мен басқа тілде сөйлесем, осы тілде ойлайтын болам. Бірақ түнде ол түске байланысты ғой. Мәселен, мен қай жерде болғаны, қай адамдармен кездескенім, соған байланысты түсім, соған байланысты болады. Мәселен, Қазақстанда болсам, мәселен, қазақша алаңда, мәселен, достармен кездескен болсақ, ой да түсті, қазақша болады. Жақсы, рахмет, тілдер мерекесі болсын. Рахмет, мен де сізді де және де барша қазақстандықтарды осы біздің мерекемізбен шын жүректен құттықтаймын. Және де біздің осы Нұр-Сұлтан қаламызда осы біздің азаматтарымыз тілге деген махаббаты артсын деген үмітпен шақырамын. Және де бәріміз аз болса да үлес қоссақ, жалпы көргенде біз жақсы нәтижеге жететін боламыз. Мереке құтты болсын, ағайын. Рахмет. Біздің мейманымыз Қазақстан халқы ассамблеясы төрағасының орынбасары, Өзбек этномәдени бірлестігінің басшысы Шерзод Пулатов болатын. Аман сау болыңыздар.